Мен өзім Тибетке бардым, балдар. Мен сосын алып келем сендерге. Мынау Тибеттің несі. Мынаның өрнегін қарасаңдар, бәрі қазақтың өрнегі. Мынандай. Түсініңіз бе? Меандры. Бәрі қазақтікі. Мен ойлаймын, что біздің бір арғы аталарымыз Тибеттен келген. Біздің бүкіл бақсылықтың несі Тибеттің несіне құсайды. А Тибет это были монголы, а вообще біздің Алтайский край, қазақтың тілі, Алтайдың тілі, Туваның тілі, бәр тіліміз бір. Сол кезде объединить еткен Керей Чингис ханның баласы болған ғой, сол бүкіл империя қып, жеті ата қып объединить еткен біздің бір коренеміз, конечно. Это монголдар, что там говорить. У нас все корни монгольские. Я так думаю, тибетские, монгольские. Но это біз орысша сөйлеп жатырмыз ғой қазір одно время. 100 жыл орысша сөйледік. Да, 70 жылдай орысша сөйледік. Также и турецкий язык, это был мировой язык, он Туркская империя, когда пришла. И он объединил все языки. Но раньше древние казахи говорили на древнечагатайском языке. В древние времена у нас был древнечагатайский язык. Это только говорили избранные казахтар, очень высокого казахтар емес анандай нелер. Казах это новый, казактардан шыққан біздің атымыз ғой. Бұрын орыстар. Где этот казак деп айтатын? Казак деген ол орыстардың ішінде казаки были. Сонда Екатерина 250 лет тому назад Семипалатинск, Верный, недерге мына жерге Қытай басып алмасын деп, біздерді Семипалатинск это 7 палат. Верный это осы жерде жаңағы Павлодар, сол жердердің бәрін орыстар не қойған анандай пушкаларын алып кеп несін ғой. Оны Кенесары, а до этого хан договорился, Аблайхан хан. Сол жердің бәрін қойып неткен. Енді қазақтың ішінде сондай бөліс болып отыр. Бірақ та қазақтың ең дүниеде бір сөзі бар. Қытай жапса, орыс саған бауыр болар дегенші. Поэтому нам надо өзіміздің көршілерімізге тату-татты болып тұруымыз керек. Ал енді қазақтың ең түбін қарасаң, біздің түбіміз осы Тибетке құсайды. Біздің шаманский от жаққанымыз, бұрынғы нелеріміз, мен енді білмеймін кімнен. Вообще былай қарап отырсам, бұрын біздің апамыз айтатын. Мен айтым, апа, неге біздің тәтеміздің көзі көп, ананың неге көзі ақ десек, ана неге көзі қара, мынау неге орысқа ұқсайды десек, апам айтатын. Құдай білсін, қызылдар келіп бір қайдан білсін, қайдан келген бала депші. Поэтому не обижайтесь на меня. Өзі бір қазақ деген нация, это новая нация. Нашей нации 300 лет нету. 300 лет до 400, 500 лет даже. 400 лет. Мы новая, молодая нация. Сейчас, если посчитать, нашей нации, как парню 19-20 лет. Біздің болашағымыз үлкен, біздің қазақ өте бай болады. Біздің балдарымыз жақсы, внуктарымыз жақсы болды, правнуктарымыз.